Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Сұрақ: намазды тастап кеткен адамның үкімі қандай? Аллах Тағала Құран Кәрімнің Зарият сүресінің 56 аятында: Астаузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жындар мен адам баласын тек қана өзіме құлшылық ибадат ету үшін ғана жараттым деп баяндаған. Құлшылық ибадаттың негізгі мәйегі намаз екендігі баршамызға белгілі. Ал енді осы намазды тастап кетудің қаншалықты ауыр күнә екендігін пайғамбарымыз өзінің бір хадис шәрифтерінде былай деп келтірген: Мән тарака салата мутааммидан фақад барият минху зимматулла. Кім намазды әдейі тастап кеткен болса, онда Алланың панасы одан ұзақтайды деген. Сол себепті намаз оқымай жүру қалай күнә болса, оны тастап кету де соншалықты ауыр күнә екендігін ұмытпаған жөн. Қазіргі қоғамда көп адамдардың ойында мынандай пікір қалыптасқан: намазды бастап, оны тастап кетіп ауыр күнә алғанша намаз оқымай жүре бергенім артық деген. Намаз оқымай жүру қандай ауыр күнә болса, намазды тастап кету де сондай ауыр күнә. Сол себепті намазды тастап кеткен кісіге намазды қайта бастау парыз екендігін ұмытпаған жөн. Осындайда адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан сон деген қазақтың мақалы ойға келеді. Қателескендігін аңғарып тәубеге келіп қайтадан намазға жығылып жатса, Аллах Тағала кешірмейтін күнә жоқ. Енді осы намазды тастап кеткен адамның үкіміне келетін болсақ, егер де ол адам жалқаулықпен намазды тастап кеткен болса, күнәһар мұсылман болып табылады, бірақ та дінімізден шықпайды. Сол үшін Аллах Тағала бізді өзінің тура жолынан еш уақытта айырмасын. Уахири дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.